Pringles, ұн мен картоптан жасалған чипсілердің сауда маркасы. Ресми түрде Pringles ұзақ уақыт бойы печенье саналып келді, себебі оның құрамында картоптың үлесі 42%-ды құрайды, ал қалған бөлігі ұн және крахмалдан тұрады. Осының арқасында Procter & Gamble компаниясы ұзақ уақыт бойы үлкен салықтан құтылып келді, себебі Ұлыбритания заңы бойынша картоптан жасалған өнімдерге үлкен салық салынады. 1956 жылы Procter & Gamble компаниясының қызметкері Александр Лепа Pringles чипсыларының рецептін ойлап тапты. Өнімді жетілдіріп инвестиция тарту үшін оған бірнеше уақыт қажет болды. Сол себепті Pringles ақш нарығында 1968 жылы ғана пайда болды. Pringles атауы кездейсоқ пайда болған деген пікір бар. Компанияның бір қызметкері анықтаманы қарап отырғанда, Огайо штатының Цинциннати қаласындағы Pringle Drive көшесіне көзі түскен. Келесі бір нұсқаға сәйкес чипсидің атауы 1937 жылы картопты өңдеудің жаңа әдісін ұсынған Марк Pringle'дің құрметіне қойылған. Pringles'тің ерекшелігі сыртында аспаз Julius Pringle бейнеленген ұзын туба түріндегі қаптамасы. Тубаны 1970 жылы компанияның тағы бір қызметкері Фредерик Бор ойлап тапқан. Біріншіден, аталған қаптамада өнімді тасымалдауға ыңғайлы. Екіншіден, тубадағы чипсылар қалпын сақтап тұрады, яғни езілмейді. Фредерик Бор өз өнер табысын мақтан тұтқандығы соншама, қайтыс болған соң денесін өртеп, күлін фирмалық логотипі бар тубаға салуды өсиет еткен. Бор 2008 жылы 89 жасында қайтыс болып, балалары әкесінің өсиетін орындаған. Pringles'ті өндіру машинасын жасауға танымал американдық фантаст жазушы Джин Родман Вульф та қатысқан. Ол 1956-72 жылдары Procter & Gamble компаниясында жұмыс істеген. 1980 жылдары Pringles өнімдерін Голливудтың болашақ жұлдызы Брэд Питт та жарнамалаған. 2009 жылы World's Food Pringles'ті әлемдегі ең танымал картоп чипсылары деп таныған. 2009 жылы Лондонның жоғарғы соты Pringles'ті картоп чипсылары деп таныды. Осыған байланысты Procter & Gamble қосымша құн салығы ретінде 100 миллион фунт стерлинг төлеген. Себебі осы уақытқа дейін ол ұннан жасалған өнім ретінде саналып келген. 1994 жылы Ұлыбританияда қосымша құн салығын бекітетін заң қабылданды. Заңға сәйкес фри чипси секілді картоптан жасалған өнімдерге үлкен салық салынды. Pringles құрамында картоптың мөлшері аз болғандықтан, біршама жыл бойы Procter & Gamble салықтан жалтарып келді. 2011 жылы Procter & Gamble Pringles'ті Diamond Foods Inc. компаниясына сатпақ болды. Алайда келісім іске асқан жоқ. 2012 жылы Pringles'ті ақштың жетекші тағам өндіруші компаниясы Kellogg's сатып алды. 2018 жылы Kellogg's пен вьетнамдық фастфуд өндіруші Ace Cook бірігіп, Pringles рамендарын жасап шығарды. Алғашқыда лапша Жапонияда сатылса, кейіннен ақш нарығына да шықты. 2020 жылы Kellogg's Gravitonus компаниясымен бірге фидер ойын креслосын жасап шығарды. Креслоға робот қол орнатылған. Аталған қол ойыншының аузына чипсыларды апарып береді. Қазіргі таңда Pringles әлемнің 140 елінде сатылады. Көргендеріңізге рахмет. Арнаға жазылып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.